Ақтөбеден Алматыға жету үшін жолға 2 күн уақыт кетті. Дала өте ыстық болғанымен пойыздың іші салқын болды. 2 күннің ішінде оңтүстіктің біраз жерлерін аралап өттік. It's not the same as when I was punched in the old days. There wasn't enough. The card games and ease with the bitter soul of blood. I was in, but I won out. The road brings a tear to the Indian's eye. The elephant won't forget what it's like inside his cage. The ringmaster's telecaster sings on an empty stage. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. The girl with the curls and the sweet pink ribbon in her hair. She's crawling out her window 'cause her daddy, he just don't care. Come on. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Алматыда ең алғаш барған жеріміз Көктөбе болды. Қала қонақтары мен алматылықтардың ең жақсы көретін демалыс орындарының бірі әрине Көктөбе. Автобустан түсіп Көктөбеге қарай жүрген кезде қаланы қоршаған таулар мен жасыл ағаштар ерекше көзге түседі. Көктөбе Іле Алатауы бөктерінің әдемі жерінде орналасқан төбе. Абсолют биіктігі 1070 метр. Көктөбеде зоопарк орналасқан. Зоопаркке кіру тегін. Зоопарктен елімізде жоқ жануарлар мен құстарды кездестіруге болады. Айтпақшы, Көктөбеге фуникулермен немесе атқанды жолмен көтерілуге болады. Бір адамға билеттің құны 1000 теңге. Ең алғаш рет мініп тұрғандықтан біз үшін өте қорқынышты болды. Бірақ қасымызға көңілді аталар мініп, әңгіме айтып қорқынышымызды басқандай болдық. Көктөбеге көтеріліп бара жатқан жолда төменнен жер үйлер мен жол бойындағы машиналарды көруге болады. Ол өте әдемі көрініс. Бізге ұнаған демалыс орындарының бірі ботаникалық бақ. Қаланың шуынан демалысы келетін адамға өте жақсы орын. Ботаникалық бақта 7000-ға жуық өсімдік бар. Біз баққа барған уақытта пикник ұйымдастырып жатырған демалушылар болды. Демек, өзіңізбен бірге тамақ алып баруға болады. Немесе бақта арнайы кафе бар.
Алматыға алғаш барып тұрсаңыз, есте қалардай Алматының табиғатын көргіңіз келсе, міндетті түрде Шымбұлаққа барыңыз. Неге екені белгісіз, Шымбұлаққа жеткенде, биік тауларды көргенде, таудың ішіне кіріп адасып кететіндей бойымды қорқыныш биледі. Шымбұлақ Алматы маңында Іле Алатау шатқалының 3,5 мың метр биіктігінде орналасқан тау шаңғылық демалыс орны. Біз Шымбұлаққа барғанда Қазақстанның әртүрлі қалаларынан келген туристер көп болды. Әдетте Шымбұлақта жауын жауып күн салқын болуы мүмкін, бірақ біз барған күні жолымыз болып ауа райы өте жақсы болды. Шымбұлаққа медеуден автобусға мініп барсаңыз болады, немесе фуникулерға мінуге болады. Біз біраз ойланып фуникулерға билет алуды шештік. Автобуспен Шымбұлаққа жету бір адамға 500 теңге, ал фуникулерға мінсеңіз Шымбұлаққа жету 3,5 мың теңгеден басталады. Фуникулермен Шымбұлаққа жету үшін 20 минут уақыт кетеді. Егер қаласаңыз Шымбұлақтан одан әрі жоғарыға көтерілуге болады. Қазақша ұлттық киімге, естелікке, бүркітпен суретке түсуге болады. Шымбұлақтан жоғары көтерілгенде кафеге барып тамақ ішуге болады. Бірақ біз тек Шымбұлақтың әдемі пейзажын тамашалап, суретке түсіп қайттық. Бұл жер біраз салқындау екен. Маған Алматыда қатты ұнағаны көшеде ағаштардың көп болуы. Күн ыстық болса да, ағаштар көп болғандықтан аса сезілмейді. Сонымен қатар Алматыда сауда орталықтары өте көп. Біз барған Гранд Парк және мега сауда орталықтары өте үлкен екен. Алматыда көшелерде әр бұрышта талғамыңызға сай кафелер өте көп. Сонымен Алматыдағы 5 күндік демалысымыз аяқталды. Бізге қатты әсер қалдырғаны Алматының табиғаты мен жергілікті халқы. Егер де сіз қалаға бірінші рет келіп тұрсаңыз, көшені білмесеңіз, кез келген адамнан сұрасаңыз болады. Және кез келген адам сізге өте сыпайы, жақсылап бәрін түсіндіріп береді.
Егер сізге бүгінгі видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып кетуіңізді сұраймын.